Сәлем, оқырмандар, мен сіздерге барлық бетке әдемі болатын жаңағы 10 минуттық немесе 15 минуттық кремді айтқым келіп отыр. Маршинге, безеуге және де қарадаққа да қатысты крем. Ең оңай крем, үйдегі бар затпен пайдалана берсеңдер болады. Енді бізге осындай мен мұнда ыдысқа салып қойғанмын. Негізі бұл кукурузный крахмал. Кукурузный крахмалды осылай ашып, міне, осылай үлкен қасықпен бір қасық алсақ, соның өзі бізге жетеді. Міне, кукурузный крахмалды салдық, енді аз мөлшерде су құямыз. Міне, осының өзі бізге жетеді. Енді мен газымның астын жағатын боламын. Жай отта осылай қайнатамыз. Енді бұл өте оңай рецепт, қыздар, сол үшін міндетті түрде сақтап үйлеріңізде жасаңыздар. Менің видеомды мұқият қарап отырыңыздар сосын. Асты жабысып қалмау үшін біз осылай астын қозғап отыратын боламыз. Осындай етіп бұл өте оңай рецепттің бірі, қыздар, сол үшін міндетті түрде үйлеріңізде жасаңыздар. Қазір қою болады, содан кейін барып астын өшіретін боламыз. Қазір сұйық болыпты. Қыздар, масканы беттеріңіз таза кезде жасаңыздар. Сол кезде сіздер керемет результат көретін боласыздар. Сосын түнде, негізі түнге жақын жағып қойсаңыздар, 10 минутқа жағып қойсаңыздар, керемет результат алатын боласыздар. Қажет прозрачный цвет. Лимоннан аллергияларыңыз болса, жасамаңыздар. Бұл өте керемет масканың бірі, маған қатты ұнайды. Сол үшін жасап жатырмын. Майда жағын пайдаланамыз. Мені. Бізге осы лимонның қабыршығы жетеді. Кішкене ғана болса болды, осындай әдемі, осындай болу қажет сырты. Бізге міндетті түрде витамин қажет болады. Витамин не витамины? Өйткені бұл беттің барлық жасушасының тірілтуіне көмектеседі. Одан кейін бетке өте пайдасы бар, жасартуға әрекеті бар, және де ағартуға да әрекеті бар. Енді бізге осындай витамин Е-ның бізге тек қана 4 штугы қажет. 4 штугы. Кукурузный крахмалға қосамыз, қыздар. 4 штук қажет. Беттегі әжімдер, қарадақтар болса бетіңізде, міндетті түрде 1 ай осыны жасаңыздар. Беттеріңізден керемет жаңағы нәтиже көретін боласыздар. Міне, кукурузный крахмал мен витамин Е-ні араластырдым. Міне, лимонның сырты қажет. Тек қана қабыршығы осылай салатын боламыз. Кукурузный крахмалға
салып, витамин Е қосылған және де кукурузный крахмалға салып, кремнің сырты қалып кеткен жағдайда холодильникке, тоңазытқышқа осындай әдемі қалыпта сап қойсаңыздар, өте керемет. Ендіше қараңыздаршы, міне әдемі крем болды. Міне қазір міне тоңазытқышқа осындай крем ретінде салып қойсаңыздар, кез келген уақытта 2-3 күннен кейін тоңазытқыштан алып беттеріңізге жаға берсеңіздер болады. Ешқандай ішінде ашитын қоспасы жоқ. Таза натуральный өнімнен жасалған маска. Бұл маска енді өте керемет масканың бірі. Қыздар, сол үшін міндетті түрде сақтап алыңыздар. Міне қалған құтқандары мен енді бетіме жағып сіздерге көрсететін боламын. Қандай жағылатын, міндетті түрде осындай маска жағатын силикон қажет болады. Міне бетімізге осылай түнде жағсаңыздар болады. Бірақ қыздар, менің бетіме жаңағы лимоннан ешқандай аллергия жоқ. Сол үшін ойланбай жаға беремін. Міне. Білесіздер, лимонның бетке деген пайдасы өте көп. Және де кукурузный крахмал да, және де картофельный крахмалдың да өте пайдасы бар бетке. Қыздар, маска жасағаннан кейін міндетті түрде бетіңізді жаңағы умывалкамен жумай, кәдімгі осындай масканы жуып. Қыздар, бізге 3-ақ ингредиент қана қажет. Қосылатын қоспасына кәдімгі кукурузный крахмал, және де лимон, және де Е витамины қажет. Сол үшін мен мұнда 3-4 күнге жететін етіп істедім. Сіздер одан да көп жасасаңыздар болады. Бізге осылай жағып, бір 15 минут, 20 минуттан кейін міндетті түрде жуып қоясыздар. Сосын міндетті түрде маскадан кейін крем жағыңыздар. Өте керемет эффект береді. Мұнда черный точкаға да, және де осы қарадақтарға, және де морщиндерге, әжімдерге өте көмектеседі. Осы маскамды міндетті түрде қолданыңыздар. Кеңес беремін. Және де алдағы уақытта сіздерге курстарға тағы да керемет маскалармен, керемет кремдермен бөлісетін боламын. Қыздар, мен сіздерге кремдермен және де осындай әдемі маскалармен бөлісетін боламын. Ал енді сіздерге сәттілік.